Всем привет! Бүгінгі видеода Наполеон тортын пісіреміз. Ол үшін бізге ең әуелі заварной крем дайындаймыз. Оған сүт, крахмал, 2 жұмыртқа және мына жақта қант бар. Давайте онда бастайық. Ең алдымен осындай ыдысқа 2 жұмыртқаны жарып аламыз. Кейін осының үстіне қант салатын боламыз. Қант мен көз мөлшерімен салдым, бірақ астына яғни описанияға құрамдарын жазып қоям, егерде неудобно болса, сондықтан уайымдамай көре берсеңіздер болады. Бұл жерде мен 10 ас қасық қант салдым. Бұл жерде мен көз мөлшерімен салып жатырмын. Егерде ингредиенттер қиындау болатын болса, онда мен описанияға жазып қоямын, уайымдамасаңыздар болады. Кейін крахмал қосамыз. Бұны 3 ас қасық қосамыз. Крахмалды ұнмен ауыстыруға болады. Мен бұрындары ұнмен істейтінмін, қазір крахмалмен де істеймін. Бірақ екеуінде де ондай бір қатты разница болмайды, сондықтан сізге қайсысы удобно, соны қоса берсеңіз болады. Бұл жерде жақсылап үшеуін біріктіреміз. Осындай қою болады біздің массамыз. Және де енді сүт құямыз. Бұл жерде ең әуелі сүтті араластырып отырып құйсаңыздар жақсы. Міне мен барлық сүтті құйып алдым. Енді әрі қарай бұл біздің кремімізді қайнататын боламыз. Осылай көпіршіктер шығады, жақсылап тұрып қайнатамыз. Міндетті түрде араластырып отырамыз. Осылай қоюланған кезде уже басқа ыдысымызға құйып аламыз. Үстіне осындай сары майдан қосып, ыстық күйінде май еріп кетеді. Сол кезде тез-тез араластырып жібереміз. Бетін осылай тигізіп контакт жауып қоямыз және просто бөлмеде қалдыра берсеңіздер болады суығанша. Енді біз тестамызды дайындаймыз. Оған осылай противенді майлап аламыз. Бұл жерде менде магазинский слоеный тесто, қолдан жасауға да болады. Бірақ мен осы магазинскиймен көрейін дедім. Осылай төртбұрышты кубик ретінде кесіп аламыз барлығын. Кейін бұларды жаңағы противенге салатын боламыз. Осылай қатар-қатар астына обязательно май жағамыз. Осылай барлығын салып аламыз әдемілеп. Сосын бұларды духовкада пісірсеңіздер болады. 180 градуста 20 минут немесе 25 минуттай кетеді. Главное, беті қызарып, бұл тестамыз қытырлақ болып пісу керек. Соны қарап отырыңыздар. Мен 180 градусқа қойдым. Кейін духовкада болғанда бетін ашпаймыз. 20-25 минут бойы пісіріп аламыз. Міне бізде осындай әдемі болып піседі. Өте андай хрустящий болып. Енді біздің суыған кремімізді аламыз. Бұл жерде крем менде әлі жылы, қатты суық емес. Осы кремді бір араластырып алып, үстіне енді осы тестамызды қазір осылай ашатын боламыз. Яғни әрбір бөлігін ашып, осы тестаға саламыз. Осы жерде кейін тестаны салып жатқан кезде міндетті түрде бетіне себуге біраз теста алып қалыңыздар, яғни біраз кубиктар. Оны кейін біз крошка жасап бетіне себеміз. Енді осылай жақсылап араластырамыз креммен бірге осы тестамызды. Осы жерде кейбіреулер мысалы үшін крем көп болғанын жақсы көреді. Бұл жерде енді өзіңізге байланысты болады. Өзіңіздің қалай жақсы көресіз дегенде, мен мысалы кремде орташа, тестада более-менее болғанын жақсы көрем. Сондықтан осылай біркелкі қылып араластырып алып, енді ыдысымызға құямыз. Мен кольцо қолданайын дедім. Немесе просто тарелкаға жинасаңыздар да болады. Егерде бір форма болса, формаға жинауға да болады. Чтобы осылай главное осыны қатыру үшін. Холодильникке салу үшін дегендей, бетіне осылай крошка себеміз. Менде крошка кішкене аз болып қалды. Бірақ сіздер көбірек жасасаңыздар болады. Мен 4-5 ғана кубик қалдырдым. Осындай ғана крошка шықты, бірақ сонда да более-менее бетін салафанмен немесе жаппай қойсаңыздар да болады. Осылай жауып, енді холодильникке біраз уақытқа қойып қоямыз, дайын болғанға дейін. Міне мен холодильниктен алдым. Қазір сіздермен бірге кесетін боламыз. Мен негізі бұл рецептпен бірінші рет жасап тұрмын. Негізі әдемі көрініп тұрған сияқты. Міне осындай жұмсақ болып кесіліп жатыр.
қазір дәмін бірге көреміз. Бұның бір ерекшелігі осы тесто необычный түрде жасалады, жаңағындай креммен просто араластырып жасалған күйде. Көбіне оны слой етіп те жасауға болады, бірақ бұл рецепт маған ұнап қалды, поэтому мен де жасап көрейін дедім. Қазір бірге енді дәмін көреміз. Формасы жақсы болып тұр. Енді қазір дәмін көретін боламыз. Өте оңай алынып жатыр. Байқасаңыздар, дәмі өте керемет болды. Біз деген уже осыншама бөлігін жеп тастадық. Енді рецепт ұнаса, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Әлі тағы да рецепттер шығады.